Бұл кітапшада сіз кімге алғыс айтқаныңызды айтып кетсеңіз. Жалпы мен бұл кітапшада жалпылама түрде осы мектептің ұстаздарына және оқушыларына алғысымды білдірдім. Өмір жолымда кездескендеріңізге мың алғыс. Сізге рахмет. Сәлеметсіз апай, сізден алғыс айту күніне байланысты сұхбат алғым келіп тұр. Сізді алғыс айту мерекесімен құттықтаймын біріншіден, және осы алғыс айту кітапшасына өзіңіз алғыс айтқыңыз келетін адамға алғысыңызды білдіріп кетсеңіз. Кітапшасына сіз кімді айтып, кімге алғысыңызды білдірдіңіз? Қысқаша айтып кетсеңіз. Әуелі жаңа айтқанымдай, әуелі Алла тағалаға алғыс. Мінекей осынша пенделерін жаратып, осы жер бетіндегі бар ризық несібені беріп жатырған. Сонан кейін мінекей осы мектеп ұжымына, оқушыларға, барша мұғалімдерге, мінекей ата-аналарға рахмет. Алла разы болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет сізге. Сәлеметсіз бе ағай, сізді бүгінгі алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Және сізді осы алғыс айту кітапшасымен таныстырғым келеді. Бұл кітапшаға сіз өзіңіз қалаған адамдарға рахмет, және осы кітапшаға не деп жазғаныңызды айтып кетсеңіз. Бұл жерде енді мен жалпы ұстаздар қауымын мерекесімен құттықтап, сол құттықтап жаздым тек, бұл жалпы ұстаздар бөліміне жаздым. Рахмет, мерекеңізбен. Сәлем қыздар, сендерді бүгінгі алғыс айту мерекесімен құттықтаймын, және біздің алғыс айту парақшасына сендер өздеріңнің кімге алғыс айтатындарыңды қысқаша жазып кетсеңдер. Рахмет, сіз осы кітапшада өз кімге алғыс айтқаныңызды айта кетсеңіз. Ең алдымен мені дүниеге алып келген ата-анама үлкен алғысымды білдірем. Одан кейін бізге білімімізге білім қосып, тәрбиемізге күшін салып жатқан алтын осы мектептің ұстаздарына, және де әрқашан мен қасымда қолдау көрсетіп жүретін құрбыларыма және достарыма алғысымды білдірдім. Тағы да рахмет, мерекеңізбен. Рахмет, енді осы кітапшада кімге алғыс білдіргеніңізді айта кетсеңіз. Мен осы кітапшада ең бірінші ата-анама алғыс айттым, екінші айналамдағы жақын жандарыма алғысымды айттым. Ерболат, сені бүгінгі алғыс айту мерекесімен құттықтаймын, және біздің алғыс айту кітапшасымен сені таныстырып жіберейін. Бұл кітапшаға сен өзіңнің алғыс айтқың келетін адамдарға алғысыңды жазып кетесің. Көп рахмет сізге. Бұл кітапшада сіз кімге алғыс айттыңыз? Бұл кітапшадан мен бүкіл әр мұғалімге, бүкіл достарыма, бүкіл өзіме оқитын кластастарыма алғыс хатымды беремін. Тағы да рахмет, мерекеңіз құтты болсын. Жансары, сен осы алғыс айту күніне кімдерге алғыс айтар едің? Мен өз алғысымды бірінші ата-анама, одан кейін маған жақсы тәрбие мен білім беретін ұстаздарыма айтқым келеді. Барлықтарыңызды алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймын, сау болыңыздар. Рахмет көп.